Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен мохито сусын дайындаймыз. Ең алдымен мятамызды жуып аламыз. Одан соң жапырақтарымызды бөліп аламыз. Бөліп алған бөлігін блендерге салып, езіп аламыз. Үстінен кішкене спрайттан құямыз. Одан соң блендерлеп аламыз. Сүзіп алу керек. Бұл жерде мен сүзбегенмін. Сіздер міндетті түрде сүзіп алыңыздар. Одан соң ыдысымызға қалған мятамыздың бөлігін саламыз. Енді біз лимонымызды кесіп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаймыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Енді мұзымыз бен лимонымыз дайын. Енді графинімізге лимонымызды саламыз. Одан соң үстінен мұзымызды саламыз. Енді спрайтымызды құямыз. Бізде осындай өте дәмді мохито сусыны дайын. Жазда ыстық күнде салқындатып ішсеңіздер, шөлдеріңізді қандырып, салқындап қаласыздар. Одан соң араластырамыз. Сіздерден тек қолдау және лайк, менен рецепт. Тағы қандай рецепттер шығарайын, комментарийға жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийда қойыңыздар, міндетті түрде жауап берем. Біздің мохито сусынымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.